Сәлем, достар. Бүгін мен атаммен бірге орманға бардым. Кеше жаңбыр жауған еді, ал бүгін күн керемет ашық болды. Аспанда әдемі кемпір қосақ шықты, 7 түрлі түс жарқырап тұрды. Орманға кіргенде айнала сондай тыныш екен бәрі, жасыл, жап-жасыл. Жапырақтар сыбдырлайды, құстар ән салып жатыр. Кенеттен мен ток-ток деген дыбысты естідім. Қарасам, ол орманның дәрігері тоқылдақ екен. Ол ағашты шиқылдатып құрттардан тазалап жатыр. Бір кезде алдымнан кішкентай қоян секіріп шықты. Құлақтары тікірейіп, менен қорықпай қарап тұр. Ары қарай жүрсек, сұлу түлкі көрінді. Қызғылт терісі күнге жарқырап тұр. 1-2 қадам жасап бұтаның арасына кіріп кетті. Бір ағаштың бұтағында тиін секіріп жүр екен. Ол жаңғақ жинап жатыр. Біресе жоғары, біресе төмен секіріп өте жылдам. Кенет айналада түрлі түсті көбелектер ұшып жүрді. Біреуі көк, біреуі сары, тағы біреуі қызыл. Неткен керемет көрініс. Жолдың бойымен жүре келе алыстан бұғыны көрдік. Оның үлкен мүйіздері бар екен. Үнсіз тұр, бізге қарап қойып. Осылайша мен орманда көп жаңа достарымды көрдім. Табиғаттың әсемдігін сезіндім. Шаршадым. Бірақ бұл керемет саяхат болды. Келесі кездескенше, достар.